Өткен сенбіде облыс орталығында ауыл шаруашылығы өнімдерінің жәрмеңкесі өтті. Гранд Базар сауда орталығында ұйымдастырылған шарада облысымыздың 10 ауданы мен Тараз қаласының тауар өндірушілері түрлі өнімдерді тиімді бағада ұсынды. Жәрмеңкеде жалпы құны 35 миллион 500 мың теңгені құрайтын 57,8 тонна ауыл шаруашылығы тауарлары сөрелерге қойылды. Қызу сауданың нақ ортасынан бағаларды бағамдап, базарлатып қайтқан әріптесім Назерке Тазабаева жалғастырсын. Азық-түлік бағасын тұрақтандыру мақсатында облыс орталықтарында осындай жиі жәрмеңкелер ұйымдастырылып отырады. Дәл қазір көріп тұрғандарыңыздай сөрелерде ет, сүт, май, жалпы жеміс, жидек, көкөніс өнімдері толып тұр. Енді осы тұста саламатсыз ба аға? Қай ауданнан келіп отырсыздар сіздер? Шу ауданнан келіп отыр. Қандай өнімдер? Біз пияз өнімдерін, сүт әкелдік және сафлер майы бізде Шу ауданнан шығады. Сафлер майы. Мысалы біз уже жарысы өтіп кетті бұл бағаның немелерін бәрі. Бұл қалғаны қалды. Сүттер де бар, шудан шыққанды өзі табиғи сүт. Аталған жәрмеңке облыстың тауар өндірушілеріне өз тауарларын делдалсыз тікелей тұтынушыларға сатуға мүмкіндік береді. Нәтижесінде тауарлар нарық бағаларынан 10-20% төмен сатылды. Мысалы, пияздың бір келісі небәрі 120 теңге. Ауыл шаруашылығы өнімдерінің қолжетімділігін қамтамасыз ету мақсатында осы ақпан айының алғашқы 10 күндігінен бастап апта сайын ауыл шаруашылығы жәрмеңкесін ұйымдастыруды бастадық. Облыс әкімінің тапсырмасына сәйкес. Енді бүгінгі жәрмеңкеге облыстың 10 ауданы, Тараз қаласы бар тауар өндірушілері және тұрақтандыру қорының өнімдері жеткізілген. Бұл жердегі өнімдердің жалпы құны 35-те 5 миллион теңгені құрайды. Жалпы тоннасы 57 тоннадан астам. Енді оның ішінде ет өнімдері, сүт өнімдері, шұжық өнімдері, көкөністің түр-түрі жеткізіліп отыр. Жалпы мұндай жәрмеңкелер қала тұрғындарына тиімді, өйткені бірінші кезекте отандық тауарлар анағұрлым сапалы әрі қолжетімді. Екіншіден, бұл ауыл шаруашылығы бизнесін дамытуға көмектеседі. Халыққа мұндай өнім түрлерін ұсыну алдағы уақытта да жалғасын табатын болады. Назерке Тазабаева, Азат Байтемір, Айқын ақпарат.